екі аккаунттың иесін білемін жақсы. Былай қарасаң халықтың сөзін сөйлеп жүрген, елдің сөзін сөйлеп жүрген жаңағы сондай бір тәуелсіз адам болып көрінеді. Бірақ кейде зу өтіп арасында өткізіп жібереді да. Бізде мынау сатыламыз ғой біз. Соңында аналар яғни соны мен жазғаным үшін олар ақталуға тура келді. Думанбайдың өзі шығып мен олай емес деп ақталды. Айбар Олжаев мойындады, ақша алдым, бірақ бұдан кейін қоям деді. Тоқаевтың айтқан 20 мың террорист кірді дегенге сенетіндер әлі бар. Бұл пропагандаға халықтың өзі ғана емес, биліктің өзі де сенбейді. Ол билік өзі біледі оның өтірік екенін, бұндай өтірік әңгімеге ешкім сенбейтінін де біледі оны. Былай өз немізден айтамыз ғой. Олар бізден артық елдің мүддесі үшін жұмыс істеп жүрміз деп сезінеді өздерін. Өмір жалғаса береді ғой. Азаттық жабылып қалды деп өмір тоқтап қалмайды, ары жүре береді. Келемезсің ба, маған келгенше азаттыққа барып айт. Азаттыққа айта алмайсыңдар. Артында Америка тұр. Қазақ қоғамын құртқан ұйымдардың біреуі осы жазушылар одағы. Қазір кім болса соған дәлелдеп беремін. Кімді әкелсеңіз осы әңгімені айтамын. Аналардың айтқанын көрген кезде, ойбай, Дума мен Әйгерімді мен үйтіп жоқтай алып жүрген жоқпын. Сен дут болып алып қазір біреуге жетіп барсаң, мен дутпын депті мысалға ше. Кімді табасың, саған сұхбат беретін кім бар? Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін Абзал Достияр YouTube арнасында алғашқы подкаст жоба. Бұған дейін де кейбір адамдардың пікірін алып, немесе бір адамдармен сұхбаттасу болған, бірақ бірнеше адаммен осылай талқылау, пікір таласу бұл бірінші рет болайын деп тұр. Бүгінгі тақырып бұл қазақ журналистикасының жай-күйі туралы, журналистердің жағдайы туралы, және осы сұхбатқа жалпы бүгінгі хабарға шақырып отырған адамдарымда осы саланың мамандары Асылхан Мамашұлы, Қойшыбек Мүбәрак. Екеуін де енді мынау азаматтық қоғам жақсы таниды. Екеуі де осы жекелеген тәуелсіз журналист деп айтуға болады. Сол үшін осы хабарға шақырып, бүгінгі қазақ журналистикасының жағдайы туралы пікірлесуді мен дұрыс деп шештім. Сіздер осы эфирді таратып, пікір жазып отырыңыздар. Енді сіздердің уақыт тауып келгендеріңізге алдын ала рахмет айтам, өйткені ол оңай емес осындай заманда. Бірақ енді мен сіздерге бірінші қоятын сұрағым, менің көкейімде бұрыннан жүрген, бірақ осы уақытқа дейін ешкімге мынау эфирден тыс жерде де бұл сұрақты қойып көрмегем. Осыдан 20 жыл бұрын, 2005 жылы мен Алматыға келдім, бала кезім. Сол кезде мынау Саят Ыбырай деген адаммен кездестім, ол ағамның досы болатын. Ол кезде ол проректор болып жұмыс істейтін, сотталмаған кезі. Сол кезде сол кісіге мен айтқанымда, осы журналистика факультетіне түсу ойымда бар дегенде, ол жанындағы серік екеуі басын шайқап күлді. Журналист болу үшін 4 жыл уақытыңды олай зая кетіруге болмайды деп. Журналистика факультеті мүлдем керек емес деді. Онсыз да журналист болып жүрген ағаларың бар деді. Оны мен кімді меңзегендігін түсіндім. Ол сол кезде Қазақстан ұлттық телеарнасында жұмыс істейтін ғалым Боқаш, Қасым Аманжол, Санжар Керімбай сияқты адамдар, солармен бәрі бір мүдделес болды, бәрі бір топта болды. Жаңа Саят Ыбырай ағаларымыз бәрі сол бір арнада ғалым Доскен басқарып отырған кез, Қазақстан арнасының мықты сол дүрілдеп тұрған уақытта. Яғни журналистиканы оқымай-ақ мықты осы журналист болып жүрген, осы салада жүрген адамдар бар дегенді ол келтірді. Енді содан берді мен осындай пікірді естіп қалам. Журналистика факультеті жалпы жабылу керек дегендерді естіп жүрмін. Сол пікір маған маңызды, сіздердің пікірлеріңіз. Жоқ, бұны белгілі бір деңгейде қолдауға болады. Кейбір жағдайда журналистиканы оқымай-ақ журналист болуға болады. Ондай практика бар бізде. Бірақ енді мүлдем жауып тастау деген нәрсеге онша келісіңкіремеймін. Мүмкін форматын өзгерту керек шығар. Мысалға 5 жыл журналистиканы оқығанда не алып шығасың деген сұрақты қоясың ғой. Мысалы өзім мен тәжірибемнен байқаймын бұрында да. Журфакты бітіргендерден көрі, мысалға кейде әскери тақырыпта жазатын бізде бұрын Азаттықта кім жұмыс істеді? Үлкен ағамыз жұмыс істеді, отставкада полковник. Ол кісі әскери тақырыпты жазатын тұғын. Бірақ журфак бітіріп келген жас балалар, мысалы жас болмақ есейген жігіттердің өзі жаза алмайды, өйткені ол әскери тақырып маман емес қой. Сондықтан кейде мен қиялдайтын, егерде медицинаны оқып шыққан дәрігер болып шыққан адам кейін журналист болып кетсе, ол медицина тақырыбын жақсы жазады. Одан артық ешкім жаза алмайды. Сол сияқты әр саланың өзінің мамандары кейін журналист болып кетсе, ол жақсы журналист шығады солардан да. Енді бірақ солай екен деп жалпы журналистиканы жауып тастау дегенге онша келісіңкіре бермеймін. Бәлкім форматын өзгерту керек шығар. Бәлкім кейде ойлаймын, мүмкін бүкіл факультеттердің, мысалы заң факультеті бар, филфак бар, химия факультеті бар деген сияқты. Әрқайсысынан бір кафедра ашып қойса. Болмаса бір кафедра ашып,
әр факультетке сабақ берсе де болады деп ойлаймын да. Мысалы осындай бір нәрсені байқап көруге мынандай да болады. пікір бар да. Ол журналистика факультеті белгілі бір оқу орындарында болу керек, көп болмау керек деп. Мысалы үшін Жезқазғандағы Байқоңыров атындағы Жезқазған университетінде факультет бар, Қостанайдағы Байтұрсынов атындағы университетте бар, Шығыс Қазақстанда да бар, Қарағандыдағы Бөкетов атындағы, яғни көп, өте көп, және олар сапалы мамандар шығарып жатқан жоқ деген пікір бар. Жоқ, бұл жерде былай ғой, енді біз көп немесе аз немесе көп болғандықтан жауапты стандарт деп айта алмайды ғой ешкім. Ол жекеменшік университет, мемлекеттік университеттер ғой. Мемлекеттік болса да ол қарау керек. Ол сенің бәсекелестікте төтеп бере ала ма ертең, сенің оқыған мамандарың, сол өзің жақсы журналист дайындап шыға алмайсың ба? Шыға аласың ба, шыға алмайсың ба? Егер шыға алмайтын болсаң, онда қоя қалуың керек. Сосын және оған сұранысқа да қарайды ғой. Қоғамда сұраныс бар, демек олар қалады. Сен оларға қалай тыйым саласың? Мысалы мен факультет ашамын дейді, оған тыйым сала алмайсың. Өмір өзі көрсетеді, ертең бітіріп шыққан кезде сол қандай журналист шығады, соған байланысты. Сондықтан енді мемлекеттік болса, мемлекет өзі реттеуіне болады әрине. Мысалға Астанада біреу, Алматыда біреу, Қарағандыда біреу деген сияқты бір 4-5 вузда оқытса да болады. Бірақ енді қазір жеке меншіктер де көбейіп кетті ғой. Оларға тыйым сала алмайсың ғой, мәселе тыйым ештеме шешілмейді ғой. Қарау керек, нарыққа қарау керек. Ол сен жақсы оқыта алатын болсаң, оқыта берсін. Тіптен керек болатын болса, мақтааралды ашып қойып жатқан көрінеді ғой мысалға. Егер жақсы журналист дайындайтын болса, оқыта берсін. Дайындай алмас болса, ол бәрі бетін далада қалады да. Сондықтан түбегейлі жаңағыдай пышақ кесті пікір айта алмаймын ол жерде. Жауап тастау керек деген. Қойшы аға, сіз осы маңдай алды деп айтуға болады. Қазақ ұлттық университеті бар ғой, Әл-Фараби атындағы. Сол жерде журналистика факультетінде ұстаздық қызмет атқардыңыз. Осы мәселеге қатысты пікіріңіз? Енді бұл мәселеге қатысты дегенде, бұл енді қоғамда көп талқыланған, айтылған дүние. Дейтір ғой, мынандай дүние. Журналистика факультетін біздегілердің көбінің айтатыны, ойбай, Еуропада, шетелде керемет арнайы журналистерді оқытпайды деген дүние айтылып жатады. Олар өздері шығады екен, бір бүгінгі біздің блогерлердің қаптап шыққан сықыл дүниемен салыстырып айта береді. Біздің мемлекетке журналистика керек. Біз сықылды мемлекетке. Әсіресе мынау кешегі социалистік режимді идеологияны көріп қалған елдерге журналист деген бөлек бір шапкысы бар болмаса, көп адам мойындамайды. Енді оны ары қарай дамытудың жолы бізде баяғыдағы ескі стандартпен қалмай, салалық журналистиканы дамыту керек еді. Бізде бәрі мысалы КЗУ-де бір 3 кафедра бар. Бұл журналистика тарихы, мерзім басылым, ЮНЕСКО, халықаралық журналистика дейді. Әрбір жеке мамандықтарға, жеке салаға салалық журналистиканы дамытқанда, жаңағы Асағың айтып отырған, мысалы медицина болсын, химиктер болсын, олардың барлығын тура сол салаға қарай журналистиканы дамыту керек еді. Ол енді кемшін. Ол енді алдыдағы қолға алынатын дүние шығар. Әйтпесе бізде мысалы КЗУ-де жүрген кезде ойбай, факультет емес, школа боламыз деді, мектеп боламыз деді, бірақ одан тура соның бәрі дұрыс қолға алынған жоқ. Сосын тағы мынандай нәрсе бар ғой, жаңағыдай ой пікір көп шығатын себебі журфакты оқымай ақ та журналист болып жүр ғой деген сияқты да. Бұл бір жағынан кейде біз азаматтық журналистиканы шатастырып аламыз. Кәсіпқой журналистикамен ше. Жаңағы факультетті оқымай ақ, 5 жыл оқымай ақ жүр ғой анау деген сияқты. Кейде олай емес, ол азаматтық журналистиканың стандарттарын толық орындай бермейді. Мысалы да YouTube канал ашып аласың, басқа қыласың деген сияқты, бірақ сен журналистиканың стандарттары бар өзінің. Белгілі бір деңгейде жасау керек стандарттар бар, оны жасалмайды көп. Және жасауға мүмкіндігің де жетпейді оған. Білімің де жетпеуі мүмкін да. Мысалы медиаэтика деген қазір енді келіп жатыр. Мысалы Азаттық радиосына Жолдас Өрісбаев соны арнайы оқып келді мысалға ше. Қазір бәрін үйретіп жатыр. Бірақ онда бір белгілі бір деңгейден өту керек. Азаматтық журналистикада көп нәрсе сақтала бермейді. Ал бізде кәдімгі, бізде енді үлкен деңгейдегі мысалға телеарналарда журналистиканы айтамыз ғой. Бірақ ол жерде көп жерде журналистиканың стандарттары сақталмайды ғой. Сақтауға тырысады, формально сақтайды, бірақ шын мәнінде жасырып жабатын жақтар көп. Егер шынайы журналистикамен айналысатын болсаң, онда кәсіпқой журналистика керек. Оқыту керек. Бірақ жаңағыдай, мүмкін факультеттерге реттеу керек, реттеу керек шығар. Ал енді мынау журналистикада жалпы журналистер 4-ші билік деген сөз бар ғой. Сол кеңес үкіметінен қалған ба, жалпы қайдан шыққан сөз ғой жалпы? Неге олай әсер бағалайды? Ол совет кезінде бар сөз. Сол адам бар, 4-ші билік. Совет кезінде санаулы баспасөз болды ғой. Жаңағы социалист Қазақстан, Лениншіл жас, сосын тағы бір айналдырған 5-6 газет журналдар бар. Оның журналистері құдай сияқты болатын. Ол бара жатқан кезде ауданның сол кездегі аудандық партия комитетінің бірінші хатшысы күтіп алады. Сосын ас жайылып жастық, еліп төсек болып алып жүреді, өзі көретін жерін көрсетеді.
сөйтіп алып қайтады. Сосын келесінде бір мақала жазасың. Социалист Қазақстан газетіне шыққан бір мақала бір ауданның басшысын төңкеріп тастауға жетеді. Төңкеріп тастау, оны соттатып жібереді. Советтің кезінде баспасөздің күші сондай болды. Өйткені ол таза пропаганда, биліктің қолшоқпары болды. Билік айтады, фас дейді, бар да ананы ұрып кел дейді, бар ұрып келеді. Оны кім жіберіп отқанын біледі ғой, жаңа аудандық партия комитетінің хатшысы. Ол соның баракта күтіп алып шығарып салады. Советтің кезінде ондай қатты болды ғой. Сосын советтің мысалға Қонаевтың кезінде саяси қуғын-сүргін бар ғой. Мысалға 86-тан кейін жаппай қуғын-сүргін болды ғой. Қонаевтың айналасын, Қонаевтың өзін бәрін қуғын-сүргін жасады. Сол кезде Қонаевқа ең бірінші тиіскен кім? Правда, Известия газеттері, мысалы, Комсомольская правда. Осыда 4-ақ мақала шықты күзде. 86 жылы Қонаев кетпей тұрғанда. 3-4 мақаламен Қонаевты орнынан тайдырды. Өйткені Қонаевқа фас деп айтқан анау Горбачев Москвада отқан. Солар бір-екі ауыз айтты, бітті, тапсырманы орындады. Соның 4-ші билігі мен немене ол. Ол 4-ші биліктен де жоғары болып кететін кейтіптен. Бізде қазір әрине ондай деңгейде емес. Қазір мүлдем басқаша ғой. Бізде қазір не ар емес, не бер емес, шөре-шөре жағдайдамыз. Бірақ осыдан бір 5-6 жыл бұрын мынандай пікірлер айтылып жүрді. Қазақ журналистикасы қазіргі уақытта оппозициялық партиялардың рөлін атқарып жүр деген сондай бір баға берілді. Үлкен кісілердің аузынан. Оны Ерлан Қарин айтқан. 2010 жылдары бір Айқын газетіне берген сұхбатында мен оқығам, сонда айтқан болатын. Осындай ұлттық партияның рөлін атқарып жүр деген. Бұл енді мақтау сөз ғой. Көпшік қою ма? Көпшік қою. Шынында солай қабылдайды. Біз шынында журналистердің өздері айтады сөйтіп. Біз ұлттық партияның рөлін атқарып жүрміз деген сияқты. Ол шынында да солай көрінген де рас. Бірақ енді ол шынайы журналистика емес қой бәрі. Журналистиканың енді бірінші кезекте стандарты, мен өзім азаттықтан көріп үйренген тәжірибем, ол бейтарап болу. Сен мысалға жай баспасөздерге, енді шағын баспасөздерге енді кейде байқамай да қаламыз олардың бейтарап па, бейтарап емес па деген сияқты. Бірақ үлкен баспасөзде міндетті түрде керек. Сондықтан осы бейтараптылық мәселесін сақтамаса, ол білмеймін, ол жерден не шығатынын. Енді екеуіңіз де осы журналистикаға ұзақ уақыттарыңыз берген адамсыздар. Жастарыңыз біреуіңіз 50-ге келді, біреуіңіз 50-ден асып кеттіңіздер. Уақыттарыңыз келіп қалды деген сияқты. Уақыттарыңыз келіп қалғанда емес. Бұл жерде сіздер енді пендесіздер ғой, ет пен сүйектен жаралған. Мемлекетте немесе қандай да бір қоғамдық ұйымдар болсын, осы бір қызметтеріңіз үшін марапат алған, сыйлық алған, төсбелгі алған уақыттарыңыз болды ма? Қойшаға сіз. Біз енді жалпы мынандай дүние ғой. Марапаттау деген факультетінде жұмыс істедім. Ол жерде кәдімгі оқытушы ретінде. Ал менің журналист болып келуім, жалпы мен өзімді күні бүгін толыққанды жаңағы Асаң айтып отырғандай стандарт сақтайтын журналист ретінде өзімді қарамаймын, көрмеймін. Өйткені менің мамандығым басқа. Шындығын айтқан кезде журналистикаға мен еш қатысым жоқ. Ал мені осыған алып келген журналистика емес, менің азаматтық көзқарасым. 2017-де Қазақ Таймс сайтын аштық. Ашқандағы себеп, оғанға дейін мен негізі IT маманы болып жұмыс істегем. Біздегі қазақ тілді біраз сайттардың тек подачкасын қарап жүрдім. Сонда жаңаректегі мынау қазақ тілді сайттарда алғашында мынау интернет журналистикасы енді келген кезде біздің сайт ашқан азаматтардың барлығы сайтты, ол интернет журналистикасын кәдімгі мынау әнші, биші, модельдердің гардеробкасынан бастады ғой өзі. Саржағал болып кетті интернет журналистикасы. Сол кезде отырып айтатын жігіттерге, бізде енді қалыптасып келе жатыр. Мынау интернет журналистикасын сендер кәдімгі бір блогерлердің жеке соған айландырып жүріңдер деп біраз жігіттерге айттым. Олардың бары ондай ел көрмейді, ел көру үшін танымал адамдардың өмірін беру керек, танымал адамдардың көрсету керек, сонда ғана қарай алады, әйтпесе қарамайды деді. Содан кейін отырып мен Қазақ Таймсты интернет журналистикасын сол саржағалсыз журналистика жасауға болады деген оймен аштым. Енді бір керемет дүние жасай алғам жоқпын, бірақ Қазақ Таймстың өзінің орны болды ғой кәдімгі, қалыптасты. Сол дүниені ал енді одан кейін жаңағы бел шешіп араласқаным 22-дегі қанды қаңтардан кейін бұл әге соңғы кездер көп айтылған травма деген дүние бар ғой, бала кезде көрген. Травма. 89-дағы Қытайдың біздің ауылымыздан бір ауылдас ағамыз Пекинде оқып жатқан. Сол оққа ұшты 89 жылы. 89 жылы енді нақты несін сол бала кезіміз есімесек енді тет жағалап білеміз, қалай қырылған, Қытай билігі өз азаматтарын қалай атып тастаған, қалай қырып тастағанын
біз білеміз. Ал 2022-де қазақ билігі өз азаматтарын қалай атқанын көрген кезде мен ол журналистика жатсын жатпасын азаматтық көзқарасымды білдіру үшін бірден даже жұмысымды да тастап осыған кетіп қалдым. Марапат алдың ба дейді. Марапат. Жалпы осы Жоқ, марапат деген дүниені мен марапат деген дүниені айта алмай отырмын. жоқ, журналистика жалпы журналистер одағының мүшесісіз ба жалпы? Жоқ. Мүшесі емес, иә. Бір адамдар болады ғой, журналистер одағының сыйлығының лауреаты деп жатады ғой. Оны мемлекет бермесе жалпы өздерінің жаңағы одағы беріп жатады. Сізде ондай болған жоқ па жалпы осы өміріңізде? Мен журналист одағы сыйлығын лауреатымын. Да? Иә. Бірақ мен оны 2019 жылы Арыста оқиға болып жатқан кезде алдым. Жарыста жарылыс болып жатқан кезде мен өзім барып алған жоқпын оны. Сол ең бастысы нәрсе ол кезде қазірде сондай ғой енді. Журналистер одағы тәуелсіз ұйым болып саналады. Сондықтан оның сыйлығын алу ол онда тұрған ештеме жоқ. Өздері берді, алдық деген сияқты. Сосын басқа менде марапат жоқ ешқандай. Мемлекеттен ешқашан ештеңе алған емеспін. Бір рет қана бір грамота алдым. Мен үйде тұр әлі, өткенде көріп қалдым. Бір қағаздың арасында жатыр екен. Ол грамота 2014-те ма 15-те ма бір күн мен әлі есімде сол бір министрліктен звондады. Бір хатшы қызға хабарласты, сіз пәленшесіз бе? Иә, пәленшемін. Сіз бізге осындай бір конкурс болып жатыр, сіз соған қатысып жатсыз деді маған. Қалай қатысып жатырмын дедім, сөйтсем, сіз қатысып жатсыз соған, біліп жүріңіз деді. Мен бірақ ештеңеге қатысып жатқан жоқпын негізі. Сонымен бір айдан кейін хабар келді. Сіз грамотаға ие болдыңыз, соны алып кетіңіз деді. Астанаға келіп алып кетіңіз деді. Сосын мен оған баратын уақытым болған жоқ, біріншіден ұмытып та кеттім оны. Сосын бір әріптесім барған екен, соған беріп жіберді. Сосын грамотаны қарап мен әлі күнге күлемін жаңағы. Жазып берген ғой тақырыбын. Мен түсінбедім соған не үшін берген маған жаңағы. Бәсекелестікті автоматтандыруға қосқан үлес үшін деген не берген ғой. Осындай тақырып бола ма? Не бұл? Мен түсінбедім соны не үшін берген маған ше. Министрліктің атын ұмытып қалдым. Сондай грамотам бар мен, сондай бір өте түсініксіз, енді бір тарих үшін қойып қойған болатын нәрсе. Ал былай басқаша мемлекеттен былай сый-сияпат алып көргенім жоқ. Қойшыбек, жаңа сіз сөзіңізде айттыңыз, мынау Қазақ ұлттық университетінен жұмыстан кеттіңіз қаңтардан кейін. Не үшін? Өйткені ол енді ол жерде жұмыс істеу, сіз ол билікте жұмыс істеу деп есептелмейді ғой? Жоқ, ол жерде жұмыс істеу, билікте жұмыс істеу деп есептелмейді әрине, бірақ екі түрлі жағдай болды. Бірінші, қаңтардың соттары көбейіп кетті. Сабаққа үнемі барып жүруге екі жаққа үлгермейтін болдым. Негізгі себеп сол. Ал екінші себеп студенттермен жұмыс жасау қиын болды. Өйткені мемлекеттік пропаганда бүткіл осы мынау қанды қаңтарда жаңаректегі қалай қырғын болғанын ақиқатын білетіндер, мынау біраз белсенділер, азаматтық қоғамның мүшелері, біраз журналистер, солар гене. Қалғанның барлығы мемлекет пропаганданың несіне анау Тоқаевтың айтқан 20 мың террорист кірді дегенге сенетіндер әлі бар. Сол дүниемен студенттермен көп таласып қалатынмын. Кәдімгі енді сен оқытушысың, алдыңдағы студентіңмен сол туралы айқайласып отыру, соның бәрі былайша айтқанда мына жаққа жылап еңіреп қан жылап жатқан адамдарды түсіріп, ертеңінде аналардың алдында сабақ беріп отыру өте қиын болды. Содан кейін өз еркіммен кетіп қалдым. Жоқ, қысым жасаған жоқ болушы мысалы? Жоқ, ешқандай. Өзің еркіңізбен, өз еркіммен кетіп қалдым. Даже күзінде, өйткені мен журналистика факультеті болғанда мен ол жерде дизайннан сабақ бергенмін. Негізі менің мамандығым дизайнермін мен. Сол дизайннан сабақ бердім, маман керек болды. Орныңа мұғалім жоқ, келіп сабақ бер деді, бірақ барғым келген жоқ. Баспасының дизайнері ғой. Жаңағы пропаганда деп отыр ғой. Аға, сол біздің елде пропаганданың жалпы ықпалы қандай? Мысалы үшін Ресейдің пропагандасымен салыстырғанда біздің пропаганда түкке тұрмайды деп есептеймін. Ол менің жеке пікірім. Өйткені Ресейдің пропагандасы ол өзің ғана емес, орталық Азия мемлекеттерінің ғана емес, бізде тіпті кейбір Америка Құрама Штаттарының тұрғындарының көзқарасына да әсер етеді екен. Оларға енді қыруар қаржы бөлінеді, ұзақ жылдан бері келе жатыр. Ресейдің әскери күшті, Ресей осындай деген сияқты. Жалпы ал енді біздің Қазақстанның билігі әрекет етіп жатыр, бірақ соншалық деңгейде деп ойламаймын. Жақында ғана 59 миллиард 300 миллион теңге бөлінген екен. Мынау билікті мақтауға. Ол Хабарға, Қазақстанға, Егемен Қазақстанға, тіпті балалардың газеті Ұланға дейін, Балдырған журналына дейін бөлініпті саған. Анау халықаралық телеарна Мирға да деп бөлініпті. Енді бұл өткен жылға қарағанда 3 миллиардқа көп екен. Аса қатты емес, бірақ 3 миллиардқа артықтау. Бірақ ойлаймын да, осының барлықтары Қазақстан билігінің ақшаны ысырап ету емес па деп. Өйткені бұлар енді анау жалдамалы
пост жазатындарға да береді 20 мың теңге деп атайды ғой, қазір енді қанша болғаны белгісіз. Бірақ бір қатты халықтың соған алданып жатқанын байқамаймын. Араласамыз ғой, көлік жөндеуші болсын, дәнекерлеуші болсын, таксист болсын, күзетші болсын, барлықтары биліктің айтып отқанына, Қазақстан арнасына, Егемен Қазақстанға сенбейді. Тек қана мысалы өткен жылы 2023 жылы мен есімде Жаңаөзенді қаралап пост жазылды бірнеше адам. Ішінде Думан Бұқай деген бар, Диас Нұрақын деген бар, Айбар Олжаев бар, Қазбек деген бар. Солар жазды да Жаңаөзенді айыптап қаралап. И мен олар әжептәуір журналистер бір неде істейтін. Мен қарапайым адаммын. Бір пост жаза салғам. Ана пост кетті, адамдар ары қарай алып кетті, репост болды. Соңында аналар яғни соны мен жазғаным үшін олар ақталуға тура келді. Думан Бұқайдың өзі шығып, мен олай емес деп ақталды. Айбар Олжаев мойындады, ақша алдым, бірақ бұдан кейін қоям деді. Айбар Олжаевтың туған ағасы бауыр ғой. Айдын Олжаев пікір жазды маған. Бауырым ғой, бірақ иттік қой мынау деп. Ойлап қараңызшы, сонда мен жай ғана тұрып жүргеніме олар шырпыр болды. Олар тіпті менікін елемеу керек қой негізі. Сонда қаншалықты бізде? Елемей отыра алмайды. Өйткені қазір бізде әлеуметтік желінің күші әлдеқайда басым. Ресми баспасөзден гөрі. Мысалға, ресми баспасөзде қыруар ақша бөлінеді, оны ұстап отыру керек. Үнемі ұстап отырмаса, оны керек кезде пайдалану керек, сол үшін үнемі ұстап отырады. Ол ақша қисынға келеді, қисынға келмейді, әйтеуір береді сол ұстап отыру үшін. Бай штат бар ғой, әр ұлттарында деген сияқты, жаңа хабар, басқасы бар деген сияқты. Бірақ бізде жаңа өзің айтып отырсың, халық сенбейді деп. Бізде Ресейден гөрі бізде бір айырмашылық бар. Бұл пропагандаға халықтың өзі ғана емес, биліктің өзі де сенбейді. Ол билік өзі біледі оны өтірік екенін, бұндай өтірік әңгімеге ешкім сенбейтін де біледі оны. Сондықтан әйтеуір бөлу керек болды, бөледі. Әйтеуір ұстап тұру керек, ұстап тұрады, соған ақша беріп тұрады, болды. Бірақ негізгі жұмыс ол жерде жүрмейді. Негізгі жұмыс қазір биліктің пропагандасы, биліктің жаңа қоғамға жеткізгісі келетін әңгімесі, идеясының бәрі әлеуметтік желі арқылы тарайды бізде. Әлеуметтік желінің күшін көрдің ғой кеше, қандай Магнумды қандай қылды. Бір апта ма 3 күн ішінде аяғын көктен келтірді жатсадым онда ше. Сондықтан әлеуметтік желіге қазір ақша салып отыр билік. Ол үшін бот ұстайды. Әр министрліктердің өздерінің бір боттары болу керек, шамасы менің байқауымша. Сосын әлеуметтік желіде өте белсенді жазатын адамдарды ақшаға сатып алады. Сосын әлеуметтік желіде нейтрал жазатын адамдар болады. Бір күні қарап отырсаң, жаймен алады биліктің кейбір идеяларын қосып жібереді арасына. Қамырдан қыл суырғандай қосып жібереді. Оны да көріп отырасың мысалға. Бұл жерде әлеуметтік желіге билік ықпал еткісі келеді. Билік біздің әлеуметтік желіні жауып тастағысы келді. Әртүрлі варианттар жасап көрді кезінде. Осы жерден өзінің координаторын қойғысы келді деген сияқты. Бірақ оның бәрін болған жоқ. Енді қазір жаңағыдай өзінің сатып алған блогерлер арқылы жасап отыр бірдемелерді. Бірақ оның кейде сәтсіз, кейде сәтті болады онысы. Бірақ көрініп тұр ғой, бәрі билік өзінің әрекетін пропаганда насихаттайды, жасайды. Ол кейде жаңағыдай жеңіске жетеді, кейде ұтылып қалады. Бірақ аса қатты бір тиімді жұмыс жасап жатыр, әсер етіп жатыр деп қоғамға айта алмаймыз, негізі. Бұрады ғой кейде. Бәрібір бұрады. Кейде халықтың мысалға ой өрісін несін бұзады. Кеше Магнумда да көрдің ғой, бірінші алды әлеуметтік желіге салды. Соны хабардан көрсеттім, мен даже көрген де жоқпын шынымды айтсам ше. Әлеуметтік желіге салды. Мына екеуі татуласты, ағайын, Магнумға ешқандай не жоқ енді. Қоя қойыңдар. Осыдан кейін кішкене халықтың көңілі пәсейіп қалды. Байқайсың өзің, іштегі температураң сәл түседі. Сондықтан ол мүлдем әсер етпей жатыр деген болмайды. Кейде мысалға жаппай жаңағыдай әлеуметтік желіде Инстаграм болсын, басқасы болсын, Фейсбук болсын, жаңағыдай бірыңғай посттар шығады. Соны бір залппен жіберген кезде ол тарайды. Мысалы сен қарсы жазып жатсаң, саған қарсы бірнеше нелер шығады да, ол қанша дегенмен халыққа қарай оқылады ғой бәрі, ол көріледі, сондықтан әсер етеді ол. Пропаганда сөз жоқ, әсер етеді. Біздің халықтың жартысы енді пропаганданы не екенін әлде де ажырата алмайды ғой бәрі. Сеніп қалады. Ал енді жаңағы тапсырма жазатындар деп айтылды ғой. 20 мың, одан кейін мүмкін өскен шығар деп айтылып жатыр, енді ешкім білмейді, нақты ешқандай. Сол адамдарға деген көзқарастарыңыз қалай? Жалпы сіздердің әріптестеріңіз ғой? Отырады, АЭС-ке қатысты болсын, Жаңаөзенге қатысты болсын, кез келген бір түйткілді мәселелерде биліктің диірменіне су құю үшін енді олар пост жазады. Ондай адамдардың саны біраз. Оны өздеріңіз де білесіздер. Сіз журналистикада сабақ берген кезде, енді сіздің алдыңыздан өткен елге белгілі өзінің ұстанымы бар, Күлтегін Аспанұлы сияқты, Есдәулет Қызырбекұлы сияқты адамдар емес, сіздің тәрбиеңізді көрген, сіз сабақ берген адамдар бар ма, жаңағы пост жазып жатқандардың арасында? Бұрынғы шәкірттеріңіз. Мен әуелгі сұрағыңнан бастап кетейін. Жәңіректегі бәлемпай миллиард бөлініп жатыр деді ғой.
баяғыда бұрын осы ертеректе неден қалған дүние ғой, бір сөз бар. Әскерді 1000 күн бағасың, бір күн пайдаланасың деп. Жаңіректегі өзің айтып отырған қыруар ақша, биліктің өзін сол бағу үшін одан бүгінде билікке бір керемет пайда келіп жатқан жоқ. Бірақ біз көрдік қой, кешегі АЭС-ке қанша ел қарсы болды деп отырған кезде, сол билік Жаңеректе пропагандасын бүткіл нелерінің бәрін, ана депутат анда барды, мында барды, Жаңеректегі мемлекеттік бақтан бұрын бүткіл Facebook пен YouTube-тың әлеуметтік желілердің бәрін солардың сөздері толтырды ғой. Толтырды. Сонымен елдің назарын бұрды ғой. Шынымен Жаңеректегі АЭС-ті қолдағандар 70 қанша пайыз болмағанмен, солардың арқасында кемінде бір 40-50% дейін сондай нені жасай алды. Біздің билік осы жылына 50 қанша миллиардтан бөліп отырғаны, ол ертеңгі мысалы алда 28-29 келе жатыр. Мүмкін соған салып отырған, бағып жатқан дүниесі шығар. Бағып отырған. Жемісін сол көзде көреміз деп па? Иә. Сол үшін керек шығар. Ал екінші сұрағыңа, бізден біраз балалар енді бұрын дос-жар болып араласқан, жақсы танитын жігіттер, тура соны енді көзіміз көріп, кейбіреумен тіпті сөйлестік. Солардың көбінің айтатыны, ақталатыны, отбасын бағу керек, бала шағамыз бар, соны бағу керек деген дүниемен. Сіз оларға не дейсіз? Ол әңгіме ол емес, әңгіме адамның мінезіндегі білімнен емес. Солардың бір керемет жазатын журналистер бар, сауаттылар бар. Мінезі ол жерде. Ол тұрмыстық, әлеуметтік жағдайға байланысты емес ол. Ода тұрған ол адамның өзінің жан дүниесі, мінезі соған байланысты. Қойсаңдарса ұялмайсыңдар ма деп айтқан уақыттарыңыз болды ма жалпы? Енді біразын айтылды. Ол елдің мүддесі ғой деген сияқты. Елдің мүддесі дегенді журналистердің ішінде айтатын, біз енді былай өз немізден айтамыз ғой. Олар бізден артық елдің мүддесі үшін жұмыс істеп жүрміз деп сезінеді өздерін. Бізде жалпы олар өздері мемлекетшілміз деп санайды. Бірінші мемлекетті алға қояды. Жалпы осы нәрсені көп адам түсінбейді да. Мысалға жеке адамның мәселесінен гөрі мемлекеттің мәселесі жоғары деп есептейді да. Негізі олай емес. Бірінші жеке адам. Адамның құқығы өте қарапайым. Жеке адамның құқығын қорғайды, содан кейін қоғам, сосын мемлекет. Олар керісінше есептейді. Біз мемлекет үшін жасап жатырмыз. Бір-екі адам өліп қалса тұрған, онда тұрған ештеңе жоқ деген сондай бастарына сіңіріп алған. Содан кейін жаңағыдай биліктің пропагандасын жасап жатса, біз дұрыс жасап жатырмыз дейді. Бұл елдің мүддесі деп есептейді да. Оны дұрыс деп есептейді. Мен ондайлармен көрдім, сөйлестім, ат құйрығын кескен кездерімізде болды біраз мен. Оның бәрін айтып жатпайсың ғой. Бірақ олар өздерін дұрыс деп санайды. Сосын енді мен түсіністікпен қараймын. Кейде мысалға әлеуметтік желідегі парақшасы кейбір журналистердің үлкен кәдімгі неге айналып кеткен. Кішкентай бір баспасөзді газеттерді оны ұрып кетеді. Оқырманы көп, оның әудесі біраз жерге дауыс жетеді да. Сондықтан ол пайдаланғысы келеді, оны коммерцияландыру деген нәрсе бар. Сондықтан мен кейде айтамын оларға ше, егер шынымен де сен пропаганда жасаған кезде, жасай бір, өзің білесің, бірақ ешкімге тыйым сала алмайсың ғой. Онда сен астына жазып қоя сал. Ол ақшасы төленген деп. Жазып қойып жүр ғой, Әлішер Елікбаев дегенде сөйтіп жазды. Реклама ғой кәдімгі. Ақшасы төленген деп жазып қояды. Сен де жазып қойсай болды, ешкімді алдамайсың сонда. Сондай нәрсені де жасақ, ондай жасақсы, екі жаққа да ойнағысы келеді. Ойнамай-ақ қой, жарайды, беріп жатырмын ма, ақшаны алсаң ал, өзің парақшаңға оқымағаны кетіп қалады. Жазып шығарып қоя сал, бірақ астына ақшасы төленген осындай деп жарып қой, реклама ретінде, жарнама ретінде. Оны да жасамайды. Осындай нәрсе қазір. Бірақ енді бұны тоқтата алмайсың бәрібір. Біз ешкімнің парақшасына барып тыйым сала алмаймыз ғой. Сен мынаны жаз, мынаны жазба деп. Жалпы мен өзім тыйым деген нәрсеге қарсымын. Тыйым ештеңе шеше алмайсың. Сен барып басына күнделікті қадағалап тұрмайсың ғой. Ең басты нәрсе ар-ождан тұрғысынан қарайды да, сосын ең шын нәрсесі жаңағыдай ақшасы төленген деп жаза салу керек болды. Бізде ондай емес, барлығы жаппай бір мезгілде бәрі текст жазады ғой тағы да. Бір-бірінен аумайтын текст жазады. Өзгертеді, кішкене. Көшіріп алатын жоқ қой. Ең болса шеберлігіңді пайдалансайшы деймін да, кейде күлем ғой енді. Бірақ ол шеберлігін пайдаланса олар білмей қаласың деп. Өйткені мен екі аккаунттың иесін білемін жақсы. Былай қарасаң халықтың сөзін сөйлеп жүрген, елдің сөзін сөйлеп жүрген жаңағы сондай бір тәуелсіз адам болып көрінеді. Бірақ кейде арасында өткізіп жібереді да. Оның жаңағы жазып берген жұрт байқамайды, оны сеніп қалады. Ол аналардан гөрі қауіптірек.
алынатынын сен көріп отырасың, ол шығарған кезде түсінесің, жай айтып қойшы, 20 мыңдық қой деп айтасың да, ал аналарды байқамайсың, олардың сөзіне сеніп қаласың. Ондайлар да бар, олар жаймен барып көп өтіс барасы өткізіп жібереді. 2 орындыққа отыратындар дейсіз. Сіз осыдан 1 жыл бұрын Азаттық радиосынан кеттіңіз, иә? 10 жылдан аса уақыт жұмыс істедіңіз. Сол себебі енді жерде айтылған жоқ қой, сіз оны жазған жоқсыз. Мен қателеспесем, иә? Кеткен себебінде жалпы. Жоқ, мен кеткеннен кейін жаздым, 2-3 күннен кейін, біраз әлеуметтік желіде әңгіме болды, сосын жаздым. Мені ешкім қуған жоқ, ешкім мені қысыммен шығарған жоқ, жұмыстан кет деген жоқ, өз еркіммен кеттім деп жаздым. Өз еркіммен кеттім. Сұрақ болатын себебі Азаттықтан кеткен адамдардың барлықтары дау-дамаймен кететін бұрындары. Ондайлар болады. Сол дау-дамаймен кеткендер қазір Азаттық радиосының жабылатындығына қуанып жатыр. Күнде пост салып жатқандар бар, орыс тілді, қазақ тілді біраз журналистер бар. Дұрыс болды деп, мен білмеймін, сол жеке мәселесін ма, ол жеке кезінде кетті ғой. Қызметтен қуылды ма, басқа нәрсе болды ма. Бірақ енді келіп, қазіргі уақытта Азаттық радиосы керек емес, жабылатыны дұрыс болды деп күніге бір пост жатқан адамдарды байқаймын мен. Ішінде ұлдар бар, қыздар бар біраз. Сол жалпы Азаттық радиосы егер жабылса, Қазақстанның қазір біздің қоғамға, азаматтық қоғамға қаншалықты әсер етеді? Сондай бір бейтарап өзіңіз пікір айтыңызшы. Әсер еткенде былай, Азаттық өзінің орнын ойып тұрып алған медиа қазір Қазақстан қоғамында да. Бұл шетелдік болсын, басқа болсын, Қазақстанның ақпарат кеңістігінде Азаттықтың өзінің орны бар. Оны ешкім теріске шығармайды. Қазіргі мысалға ақш-тың осыны жабамыз деп әрекет жасауы біздің билікке іздегенге сұраған болып отырмыз. Әдемі болды тіптен. Олар қазір тіптен қуаныштан ертең жабылып қалса 100 грамм ішіп жіберуі мүмкін деген сияқты да. Оның алдында мен мысалы кететінден 1 жыл бұрын басталған. Сол кезде тіпті одан да бұрын басталды. Аккредитация бермей қоятын. Бермей қояды. Бір журналист, менде болды аккредитация, мен бір аккредитация біткен күні кетіп қалдым. Өзі соған есептедім, біткен кезде сұрамай қойшы, осыдан соң кеттім. Сонда көп әріптестеріме аккредитация бермей қойды ғой. 1 жылға шейін аккредитация бермейді. Аккредитация бермеу дегеніміз не? Ол сен барасында бір жерден сұрақ қоя алмайсың. Депутаттардың алдына бара алмайсың, басқа жерге кіре алмайсың. Сен аккредитацияң жоқ, сен журналист емессің деп айта салады олар саған. Бұрылып кетіп қаласың ондай кезде. Сондай қысымдар жасап жүрген. Сосын ана сайттары жабық тұрады, сайтта үнемі ашылмайды. Бассаң, қазір жұрт жалқау ғой, еріншекпіз ғой негізі. Бірдеме ашылмаса бұрылып кетіп қаласың ғой. Басасын Азаттық, ол ашылмайды, ойланып тұрады. Сондай қылып қойды. 2 жылдай ма сайт сөйтіп тұр. Өзіміз ашып кіре алмаймыз ішіне. Оның бәрі VPN-мен кіресің да. Жұрттың бәрі VPN қолданбайды ғой. Сондай қысым жасап келген кезде ақырет өтіп бүйтіп былтыр берген аккредитацияны бірдеме берді. Сөйтіп жүргенде мынау келді де жабамыз деді. Қазір іздегенге сұраған болып жатыр. Ол билік неге қуанады? Егер Азаттықтың орны болмаса, ол қуанбайтын еді. Азаттықтың бар жоғын сезбей қалатын еді. Жабылдың не, ашылдың не, бәрібір еді оларға. Өйткені билікке қазір Азаттықтың жабылғаннан ыңғайлы. Енді өз басым мысалға мен ол жерде бір 13 жылдан аса жұмыс істедім ғой. Азаттық мен төркінім сияқты әлі күнге барып тұрамын. Төркініне барған қыз сияқты барып тұрамын. Көріп отырмын жағдай, ситуацияның барлығын. Енді менің қазіргі Азаттық туралы былай бөтен сөз айтатын ешқандай ретім жоқ. Өйткені айтып отырмын ғой, ешқандай қысыммен де кеткен жоқ. Ешкім маған шектеу де салған жоқ. 13 жылдан астам жұмыс істедім. Сосын қалжыңдап күлдім, енді біз президентті сынаймыз. Менде сол 2 президенттің отыратын кезінде отырдым ғой деген сияқты. Енді қалжың ғой. Бірақ маған кейде өзіме де шынында солай көреді. Өйткені жас журналистер келіп Азаттыққа жұмыс істегісі келеді. Мен қаншама журналист көрдім, Азаттықта жұмыс істегісі келетін. Қаншамасы келеді, практикаға келеді. Бірақ Азаттық сағыз емес қой, созыла беретін. Резинка емес ол. Адам штатқа сыймайды деген сияқты. Сонымен жастар істесін деген сияқты да ой болды. Оның үстіне өзім де пәленбай жұмыс істедім ғой. Бір адам андасында ауысып тұрған жаңа нені көру керек. Сосын осы Қазақстанның өзінің кәдімгі бүгінгі журналистикасына да кіріп көргім келді. Енді көріп жатырмыз ғой шет жағасын қандай екен. Енді қазіргі уақытта Азаттықты енді естуімше қысқарту болып жатқан сияқты, ана жақтан біраз қысымдар бар шығар, жабамыз деген, бірақ толық жауып тастамайтын шығар деп үміттенемін. Толық жауып тастамаса, мына ең болмаса сайты бар ғой, Азаттықтың сайты деген, бұл Қазақстанның бертінгі саясатының саяси тарихы. 90-шы жылдан оның алдындағы тарихтары бар. Әсіресе мынау 2009-дан кейін сайты гүрілдеп жүре бастады. 2009-2011-ден бастап оборот алды. Қазақстанның бүкіл саяси қоғамдық өмірі сол сайтта тұр. Мен ішім ашитын нәрсе, егер ертең сайт жабылып қалатын болса, оның бәрі кетіп қалады. Ондай бірде-бір ресурс жоқ Қазақстанда, медиа ресурстар жоқ. Бәрін өте баланспен, жаңағыдай екі жақтың да пікірін беріп, анық көз жеткен жарияланған ақпараттар ғой. Бұндай ақпараттар таба алмай қаласың кейін. Сондықтан енді мен кейде қиялдаймын, енді қатты қысым болған күнде де осы сайтын сақтап қалса екен деп ойлаймын да.
әрине азаттық осы күнде сақталып қалса тіпті жақсы. Енді мүмкіндігінше сақтап қалуға тырысу керек деп ойлаймын. Ал енді жаңа кетіп қалған әріптестерге байланысты мен ештеңе айта алмаймын, білмеймін олар. Жоқ, жалпы Ондайлар болған, бұрында да бола береді. айтайын дегенім былай ғой. Бәріміз айтып жүргендей, шынымен егер Азаттық радиосы жабылса, қазақ қоғамы, қазақ азаматтық қоғамы қараң қала ма, сол қиыншылық бола ма? Сол туралы. Жоқ, әрине енді өмір жалғаса береді ғой. Азаттық жабылып қалды деп өмір тоқтап қалмайды, арға жүре береді, бірақ айтып тұрмын ғой, орны білініп қалады бәрі. Енді орны білініп қалады. Оның үстіне енді YouTube каналы ашып жұмыс істеп жатырмыз ғой біразымыз. Мына ресурс деген мәселе адамға қатты әсер етеді. Егер сен тәуелсіз журналист болып жұмыс істегің келе ма, онда сенде белгілі бір деңгейде ресурс болу керек. Ақша деген сөз ол. Ақшаң болмаса сен қанша шапқыласаң да бір күн бәрі шаршап қаласың. Мен Азаттықта жұмыс істеп жүргенде өзім байқағаным, Азаттықтың ресурсы үлкен дегенімізбен соның өзі жетпей жатады. Соның өзі жетпейді. Мысалы Алматыда бір екі тілші болады, екі оператор болады. Ол бір күні ана жаққа шақырады жұрттар, бір күні мына жаққа шақырады. Азаттық оңбаған келмейді деп жұрт жазады сосын. Сондықтан осындай үлкен медианың өзінің ресурсы жетпей жатқан кезде шағын бір YouTube каналдардан не сұрайсың? Ол осындай медиа ресурсы бар кетіп қалса, онда үлкен бізде бір олқылық пайда болады. Бірақ әрине бір нәрсе тағы енді жабылып қалса не болады деген нәрсені әрқайсымыз ойлаймыз ғой. Иә. Азаттықтан мысалға қаншама журналист тәжірибе жинап шықты. Олардың бәрі аспанға буып ұшып кетпейді. Олар жұмыс істеу керек. Азаттықта журналистиканың стандарттарын үйренді. Бейтараптылық деген не үйренді. Сосын зерттеу журналистикасымен шұғылданды. Басқа жанрларды үйренді. Енді соның бәрі босқа кетпеу керек қой. Ол келу керек та біздің кәдімгі бүгінгі ақпараттық кеңістігімізге қосылу керек. Жоқ, Азаттан шыға салып уралап барып жаңағы мемлекеттің несіне қосылып кетсең, ол өзіңе де сын бір жағынан. Бір жағынан енді сосын билікке де бізге жаймен енді бәрі өзгеру керек қой қоғам. Біздің жаңа Қазақстан деп жатыр, басқа деп жатыр. Басында үміттендік осында. Енді шынымен жасайтын болсаң, осындай бір өзіміздің тәуелсіз ақпарат құралының пайда болуына мүмкіндік беру керек. Бұл ерте ме, кеш пе бәрі болады. Мен бәрі солай болады деп ойлаймын. Бәрі Тоқаев көп болса 28-ден кетеді. Орнына басқа президент келеді. Бәрібір бізде тәуелсіз журналистика керек және ол болады бәрібір. Соған жетуіміз керек бәрібір. Күресу керек ол үшін. Азаматтық журналистика дами береді. Қараңыз, мысалға өзің істеп жүрсің ғой қазір. Қойшыбектің істеп жүрген шаруасы мысалға кейде кеше қаңтар оқиғасында мынау Тараздан Талдықорған арасының бәрін шапқылап бүкіл сот материалын түсірдің ғой түгел. Азаматтық журналистика дегеніміз сол. Егер сен жаңа кәсіпқой журналистика кететін болса, Азаттық сияқты, онда азаматтық журналистика шығады. Ол бәрібір өліп кетпейді ғой ештеме. Оның осы жерде елесі қалды ғой. Ол адамдар бәрібір шығады да YouTube каналы болса, осылай өзінің энтузиазмымен жұмыс істейтін адамдар болады. Олар істей береді. Ол мүлдем жойылып кетпейді, бірақ ресурс аз ғой. Ол шаршайды. Ол бір күн тоқтайды мысалға да. Сондықтан мемлекетте біртіндеп осыған бәрібір жол беру керек. Өзгеру керек мемлекет. Мемлекетке қарап отырмын, билік деген мен кейде билікті қатты сынаймыз ғой. Мен билікті қатты сынағым келмейді кейде. Өйткені бұл билік біздікі. Ол билік мойындасақ та, мойындамасақ та, ол бәрі біздің билік ол. Біздің елдің билігі да. Мен кейде аяймын бұларды. Кейде аяймын. Кейде бұларға ақыл кеңес айтқым келеді. Олай емес, былай істесіңдерші деп ше. Мысалға Азаттық радиосын билік пайдаланбады деп естимін. Пайдалана алмады. Былай қарасаң қызық сұрақтар, неге пайдаланбады деген. Мен өзім кейде Азаттықта жүргенде мақала жаздық қой талай. Сонда баланспен жазуым керек. Мысалы бір оқиға болса, оған биліктің көзқарасын білуім керек, сұрауым керек та. Сендер неге бүйтіп жатсыңдар деген сұрақты қоясың оларға. Сол сұраққа жауап бермейді. Сұраққа жауап беріп, Азаттықтың принципі былай да. Ақпаратты баланспен беру, екі жақты бірдей беру. Мынаны сөйлеттім бе, төбелесіп жатса, екі адам екеуін де сөйлету. Ал мына жақта біз биліктен ақпарат ала алмаймыз. Бұлардан сұрасаң, микрофонды ұстан қашады. Тұрағайлап қашады кәдімгі, трубканы алмайды. Мен айтамын кейде осымен сонда таныстарым да болады, сендер неге өстесіңдер? Сендер қайта бізге жауап беріп, сосын бізден сұрамайсыңдар ма? Біздің жауаптарымызды шығарыңдарсыңдар деп. Жоқ, бұлар есік жауап алады. Есік жауап алсаң, әрине сен есік жауап алды деп жаза саласың болды. Азаттықта осындай бір нелер болды жаңағыдай, мүмкіндіктер болды. Қазір де бар ғой енді. Айт та позицияңды білдір. Егер сен жаңа қазақстан жасап жатсың ба, онда дәлелде. Азаттыққа келіп дәлелдесе онда. Азаттық сені сынап жатыр ма, онда Азаттыққа барып дәлелдеу керек оны. Жоқ, сыртынан барады да оны жаңағыдай шетелдің ақпарат құралдары андақ-мұндақ деп айтады да, олай болмайды ғой. Азаттықтың несін пайдалан. Мүмкіндігінше Азаттықтың өзін пайдалан. Бұрын сөйтіп жасайтын кейбір мысалға белгілі саясаттанушылар. Кірет, барады да жаңағы доданың ішіне кірісіп, өзінің позициясын айтып шығатын.
сонда осылай пайдалану керек еді. Мен мысалға Нұр Отан партиясынан ешқашан бір-ақ рет комментарий алдым. Нұр Отан партиясы болғалы бір рет телефоныма, мен саяси тақырыпта көп жаздым, бір рет телефоныма звондағы комментарий ретінде жауап берген емес. Мысалы осы бір-ақ рет алдым, сонда таң қалдым. Білесіз ба қай уақытта екен? Назарбаев кетті, Аманат партиясы болды ғой енді. Содан кейін Нұр Отан партиясы звондадым. Нұр Отан, Аманат екеуі бір ғой бәрібір. Звондадым, сонда офисіне алды, сонда жауап мынандай сұрақ қойдым. Назарбаев Аманат партиясының құрамында қалды ма, жоқ па деген. Нұр Отан құрамында бар ғой енді. Төрағалықтан кеткен ме, мүшесі ғой енді ол. Деген сол сұраққа жауап беруге жаман қиналды ғой. Қиын болды оларға. Ол Назарбаев біздің партиямызда деп айту оларға қиын болды да. Соған бір күн ойланды соны. Таңертең звондадым, кешкі сағат 8-де жауап берді. Жауабын көрсеңіз, бір сөйлеуім мына жақта, бір сөйлеуім мына жақта. Айта алмайды. Оны өзі біледі, ол қай партияда екенін деп айтады. Өзі жауап берді ғой. Мен соған қуандым сол жауапқа. Білесіз бе не екенін? Өйткені Нұр Отан партиясынан бірінші рет сондай жауап алып тұрмын. Жауап береді бұлар. Азаттықтың тілшісі саған звондап тұрған кезде сен неге звондап соларға жауап бермейсің одан қайта? Соны неге пайдаланбайсың солардың площадкасын да? Ол пайдаланбайды, олар тырағайлап қашады, сөйтті, есігін жауып алып отыр, азаттығың болған деп айтады. Азаттық енді осы жерде мынандай беріңдер, қосың тәуелсіз журналист, азаматтық журналистке деп жүрмін ғой. Бізде мынау жүйе кешегі кеңестік заманның социалистік режимнен қалған, шамалап әшейін косметикалық өзгеріспен ғана ел басқару жүйесі де соғалып қалған. Мынау Қазақстанда тәуелсіз журналистің кішкене өркендеуін, менің ойымша өркендеуіне азаттық кәдімгі үлкен қорған. Мысалы, бір тақырыптар жазған кезде кеп кәдімгі ұлттық қауіпсіздіктің азаматтар, болмаса ішкі саясаттың біреулері кеп, соны ойбай, сол тақырыпты, ана тақырыпты неге қозғап жатсыңдар, ол олай емес қой. Болмаса бұл ертең бірдеңе ушығып кетуі мүмкін деген кезде біргені жоқ, айналайын, азаттық жүр ғой дейсің. Бар, азаттыққа барып айтсаңшы. Бірінші ақпарат азаттықта шықты деп айтасың ғой. Азаттыққа барсаңшы. Келемессің ба, маған келгенше азаттыққа барып айт. Азаттыққа айта алмайсыңдар. Артында Америка тұр. Сонан кейін бізге келесіңдер деген дүниені айтыласың. Ал егер азаттық жаулық болатын болса, шынымен азаттықтың артында Америка тұрды ғой. Азаттыққа айта алмайды. Сонан кейін де мына тәуелсіз журналистердің бір өзін енді ол ресми қорған емес, дей тұрғанмен ар жағын өзіне бір қалқан ретінде қарайтын. Азаттық кетіп қалатын болса, сол дүниеден айырылуы мүмкін. Біз енді көп жағдайда мына самоцензура деген ең үлкен дүние ғой. Ойбай, азаттықтың өзі, азаттық жоқ. Бізді ары қарай қырат, жояд деп біразы атбасын тартып кетуі мүмкін. Қазақстандағы бүкіл саяси процестерді жазып отырған азаттық қой, жіпке тізіп жазып отыр ғой. Соның ішінде негізгі фокустарының бірі осы саяси қысым, адам құқығы мәселесі болғанда әсіресе сол саяси жағына көп назар аударады да. Журналистердің жасалып жатқан қысымды азаттық жазды. Сосын басқа азаматтық қоғам белсенділері жасап жатқан бүкіл қысымның бәрі азаттықта тұр да. Сондықтан оның рөлі өте үлкен. Сіздің жаңа Қазақ ұлттық университетіне кеткеніңізді сұрадық. Енді одан бөлек ол 2022 жыл болған жағдай ғой. Одан кейін көп ұзамай сіз мынау жазушылар одағының мүшелігінен шығып кеттіңіз. Мереке Құлкеновтың анау атышулы мәлімдемесінен кейін жазушылар оппозиция қатарында болмау керек дегеннен кейін, енді сіз былай атың шықпаса жер өте деп бір нәрсе жасап беретін адам емессіз, атақ құмар адам да емессіз, оны бәріміз білеміз. Неге сөйттіңіз? Жалпы сол арқылы не көрсетемін деп ойладыңыз жалпы? Мен оны жұртқа ештеңе көрсетемін деп ойлағам жоқпын. Мен енді одақтың мүшесімін. Шынымен, мысалы, қолына қалам алып жазып жүр, өлең жазған, әңгіме жазған бір кез келген арманы одаққа мүше болу. Бір 3 кітабым шықты, одаққа мүше болдым. Жыл сайын жарнасын тапсырып тұрдық. Одақтың енді менен алған да берген де ештеңесі жоқ болды. Сонымен одақтың мынау нелеріне көп қатыса бермейтін, соңғысына асағында болдыңыз ғой дейме сол кезде? Құрылтай сезімі? Я көрдім. Құрылтай сезінде соған бардық, ол жерде отырып енді мен бір дүниені ойладым, осы жастар болса, бір кішкене өзгерістер болса, болмағанда шығармашылықты бір қолдаулар болатын шығар, қазіргідей бір дүние баяғы таптаурын дүние қалмайтын шығар деп ойлап жүргем.
сөйтіп тұрған кезде Құлкенов болды. енді жарайды, Құлкеновтың болғанынан да басқаның болғанынан да маған келіп кететін ештеңе жоқ болатын. Иә. Сөйтіп отырған кезде Құлкенов мырза шықты да жазушылар одағының мүшесі АПС болмау керек. АПС болу деген мемлекет басшысына қарсы шығу деген сөз деді. Мен енді одақтың мүшесімін. Менің атымнан сөйлеп тұр. Сонан кейін сол жерде кім бұл деді, менің атымнан сөйлейтін. Айналайын, ол уақыттық қана қойған, мысалы қанша 4 жыл ма 5 жыл ма, бұларда да сондай өздері ұзақ отырып алатын болмаса, одақтың да төраға сөзі жылдам ауысу керек болатын. Уақыты келген адам кеп менің атымнан сондай сөз сөйлеп тұр. Ешкім үндемейді. Сол жерде осы мынау азаматтық қоғамның мүшесіміз деп жүрген, тіпті оппозициямыз деп жүрген біраз ақын жазушылар бар. Олардың бәрі ешкім үндемейді. Былай қарайтын болсаң, енді басқаны қойғанда кешегі тарихта жазушылар одағы деген кәдімгі бір мынау ең үлкен интеллигенцияның бір тоғырланған жер сықылды көрінетін. Соны тұр, қой, мынандай орта не істеймін дедім. Арға ештеңе билетін апарып бердім, қайтардым. Сіздікі болмай қояйын дедім, болды. Мен сіздікін былай түсіндім. Кезінде жазушылар одағында кәдімгідей мінез көрсететін адамдар болған. Ғаббас Қабышұлы 90-ға келді. Марқұм болған Қабдеш Жұмаділов, Мұхтар Мағауин сияқты адамдар болды ғой. Енді мінез көрсете алатын. Солардың жоқтығынан бір жасаған, амалсын жасаған әрекетіңіз ба деп түсіндім да? Біреу бір нәрсе істеу керек шығар деп. Мен жеке өз көзге қарасам. Бәрі үнсіз қалды, сондықтан бір егер сол жерде жаңа кісілер болғанда сіз солай істейтін бе едіңіз? Тірі болған кезде сондай мінез көрсеткенде, онда да істейтін бе едіңіз? Қалай болса да енді Құлкеновтың ана сөзінен кейін мен енді ойбай, жоқ, Құлкенов дұрыс айтып отыр дегенде енді сол мен айтайын. Тура осы жерде бір нені қысып кетейінші. Тура содан бұрын мемлекет әрбір жазушының кітабын шығарады екен, оны 30 мың тиражбен тарқатады екен, гонорармен қырады екен деген. Осы ақын жазушылардың бәріне бір керемет күміс түйме тарқатты бұлар. Сол күміс түймеге ананың барлығы сол жерде отырған 700 жазушы бар ғой. Соның кемінде 500-і Құлкеновтың сөзін жақтырған жоқ, ішінен боқтап отырды. Білем оны. Бірақ неге өйтпеді? Өйткені ана 30 мыңға ілінбей қалмайық деген. Бізде мынау сатыламыз ғой біз. Біз өзі қазақтың ақын жазушылар енді біздің ағаларымыз, көкелеріміз, інілеріміз, замандастарымыз ренжитін шығар. Біз өзімізді сатып үйренгенімізде 30 мыңға сатып берді сол жерде. Сонымен мен одаққа білмеймін, одаққа жазушылар одағына мүше болу арман ғой біраз адамға да. Мен оны одақ деген советтің қалдығы деп есептеймін ше. Одақтан ешқашан пайда болған емес. Қазақ қоғамын құртқан ұйымдардың біреуі осы жазушылар одағы. Қазір кім болса соған дәлелдеп беремін. Кімді әкелсеңіз осы әңгіме айтамын. Өткен себебі бұл әу баста жазушылардың басын біріктірейік деген адам бұл Мағжан Жұмабаев. Мағжан Жұмабаев Алқа деген әдеби ұйым құрды. Соған ерегісіп Сәкен Сейфуллин Қазақты құрды. Содан кейін барды да Қазақты құрып берген бұл совет өкіметі былайша айтқан кезде да. Сәкен өзі құрды, бірақ енді басында ниет түзу болған шығар. Кейін оны үлкен жазушылардың ұйымына айналдырып жатты. 36 жылы, әлде 36 жылы құрылды да. Сөйтті де соны одан кейін тек қана пропаганданың рөлін атқарды ғой. 37-38-ге қосқан үлесі қандай. Одан кейінгі пропагандалар кеше Қонаевтың кезінде қалай Колбиннің артына кірген осы жазушылар одағының ұйымы болатын. Енді біраз жазушылар ішінде қарсы да болған. Бірақ сол ұйым ретінде осы саяси режимді пропаганда жасаған осы жазушылар одағы. Ол қазір неге оған барып саған жазушылар кіреді түсінбеймін ше. Ол жерден барып мен кітабымды шығарып береді, сол үшін мен оған кіремін деген сияқты. Мен кітап, біздің есебімізден кітап шығаруға қарсымын мен жазушылардың. Неге бюджеттің есебінен шығу керек ол? Жазасың ба, өзің жаза бер. Ақын ба, өлең шығардың ба, өзің шығара бер. Өзің пайда тап дейсің. Өзің пайда тап. Рынок, нарық бәріне бірдей. Сен ақын болып туған үшін мен ешқандай құқықтық айырмашылығым жоқ. Сен жазушы болып туған үшін анадан ешқандай құқықтық айырмашылығың жоқ. Кітабыңды көшеге шығарып сатасың ба, сат. Нағыз нарық болатын болса осылай қарау керек деп ойлаймын. Шығып кеткен дұрыс болады. Дұрыс болады. Өйткені өте сол кезде жақсы әсер берді бұл. Көп адамдар кәдімгідей жақсы қабылдады және біраз адамдар ақталды. Мысалы үшін анау Амангелді Кеңшілік деген қаламгер енді мен шыға алмаймын деп ақталып пост жазды енді. Біреулер шығып жатыр екен де мен де шыға алмаймын деп. Себебі әйтеуір бірдеме тиіп қала ма деген ой. Мысалы журналистер одағы деген одақ бар ғой. Мысалы мен журналист одағының лауреатымын деп айттым ғой жаңа. Сол сыйлығын алдым. Бірақ мен одаққа мүше емеспін мысалы. Маған қажеті жоқ оның одақтың. Ешқандай қажеттілігі жоқ. Одаққа кірсем де кірмесем де ол мені қорғамайды да бәрібір. Қорғаса да қажеті жоқ та. Сол сияқты жазушылар одағы да сондай жазушысың ба, кітабын шығар да сата бер өзің. Жаңағы журналистер одағы туралы сұрақ қойып жатқам.
журналистер одағының басшысы Сейтқазы Матаев кезінде мен енді бала кезімде ғой қатты құрметтейтінмін. Мынау оппозициялық кезінде Ақ Жол партиясы болсын, оған дейін болсын, барлықтарын мынау ұлттық баспасөз клубына беріп өзі отырғызып, төріне отырғызып, журналистерді жинап, өзі сол жерде модератор болып, сондай бір демократ адам сияқты көрінетін маған. Қазіргі уақытта енді қартайғаннан кейін ба, әлде басқа себептері бар ма, сіздердің әріптестеріңіз Думан Мұхаммедкәрім, Әйгерім Тілеужан қалып жатқан кезде ешқандай мәлімдеме жасаған жоқ. Ол кісінің денсаулығы жоқ қой. Бірақ ойлап қараңыз, Телеграм арнасының иесі Дуров анау Парижде ұсталған кезде соған пікір білдірді. Бұған қатысты не дейсіздер жалпы? Бәлкім енді пікірін білдіріп жатқан шығар, бір жерде айтып, бір жерде айтпай жатқан шығар. Журналистер одағы керек пе жалпы? Мен ол одаққа мүше емеспін. Сондықтан мен оны керексінбеймін. Керек емес. Біреулер мүше болып жатқан шығар. Бұл одақ деген жалпы не үшін керек? Одақ деген адамдардың бір идеялық бірлігі ғой. Сіз бен біздің мысалға бір ой пікіріміз үйлесіп жатса, біз бір белгілі бір одақ құра аламыз да. Басқа уақытта мысалы 700 адам қалай одақ құра алады? Мен партия құрып жатса түсінемін, мысалы бір партияның соңында жүрген сияқты. Сондықтан одақ деген нәрсе мен өз басым ондай нәрсені қолдамаймын. Журналистер одағы, сіз енді журналист ғой. Сіздің әріптестеріңізге, сіз шырпыр болып түсіріп жүрген әріптестеріңіз бар ғой жаңа? Әйгерім бар, Думан бар. Енді анау баяғыда деп отырсың ғой, ол кезде өзі бізде баспасөз жалғызылған бір жерде ғана болған, қол жетімді сол ғана болған. Содан кейін де көп барған шығар ол жерде, ол айтып отырғаның бір. Екінші, ара түсе алмаған жалғыз болған емес, бізде мысалы зиялы қауымды бүткіл қандай жағдай болсын, мысалы қазақ десе қазақтың атынан сөйлейтін ақын, жазушы, өнер адамдар, енді ақсақалдар, апаларымыз көп қой. Соның ешқайсысы жалғыз Матаевпен емес, ешқайсысы салған жоқ. Бірен саран ғана ара түскен. Оның бәрі айланып келген, жаңа алғашында айттым ғой, біздің қадам сатыламыз деген. Сол сатылатынның әңгімесі. Ертең бір жерден бір марапат солай олардың мысалы Думанның, Әйгерімнің жазасы сотталып кеткенін, оларға жала жабылған білмей тұрған жоқ, біліп отыр. Олардың өзімен жеке сөйлесетін болсаң, екеумізден жылап отырып айтып береді олар. Ал бірақ мына жаққа дауысын шығармайды. Неге? Ертең бір жер марапат алу керек шығар, бір жерден тағы бірден алу керек шығар. Соған керек болып қалмасын дейді, басқа ештеңе емес. Түсінікті. Өйткені Думан, Әйгерім туралы осы біраз азаматтармен сөйлесіп көрдім. Жеке. Аналардың айтқанын көрген кезде, ойбай, Думан мен Әйгерімді мен үйтіп жоқтай алып жүрген жоқпын. Бірге жүрген. Асылхан аға, жаңа айттыңыз, билік азаттық үдесін пайдалана алмай жүр деп, иә? Кезінде пайдалана алмады дегенді айттыңыз. Кезінде мысалы үшін билікте осыдан бір 20 жыл бұрын, 15 жыл бұрын осылай оппозициялық газеттерге сол кездегі Гүлжан Ерғалиеваларға шығып сауда словоға келетін мықты адамдар болатын. Енді санаулы болса да, Ертісбаев сияқты енді мықты деп айтпасақ та, енді батыл келіп, ашық дейсің. Ашық Әбілевтермен, Жандосовтармен кәдімгідей тартысатын, иә, өздерінің позицияларын қорғайтын Ертісбаев болды. Қазіргі билікте ондай ешкімді көріп тұрған жоқпын. Бәрі қашып жүр. Жаңа өзіңіз айтқандай. Бірақ Ерлан Қарин, осы Қазақстанның ішкі саясатына жауап деп аталатын Ерлан Қарин сізге сұхбат берді. Жалпы сол қалай келісті, соны айтып беріңіз ба халыққа? Ерлан Қаринмен сұхбаттастым. Бірақ соның алдында Қазақстанның тарихын Ресейдің ғалымдар жазады екен деген әңгіме шығып қалды ғой. Сосын мен соны қазбалап біраз материал жасадым. Сосын және сонымен айналысып жүрген Ресейдің билігіндегі адамдардың әрекеттерін видеосымен қосып көрсеттім. Олардың Ерлан Қаринмен кездескенін бәрін көрсеттім. Осыдан кейін Ерлан Қарин ұлттық арнаға сұхбат берді. Сонда ұлттық арнада отырған кезде айтты, кейбір баспасөз деп енді мені сілтегенін біліп отырмын. Ол тақырыпты ол кезде дәлелдеп көтеруге ешкім болған жоқ. Сосын мен пост жаздым әлеуметтік жерге. Неге сіз ұлттық арнаға сұхбат бересіз? Ол мәселен журналистиканың бір несі бар ғой. Мәселен кім көтерсін, соған барып айтуың керек қой сен. Ол біз кішкентай YouTube арнаның жасаған нәрсесін ұлттық арнаға барып сол жаққа айтып жатыр да. Одан айтып өзімізге кетпес пе? Соны бір күні неге шақырды, кездесуге шақырды. Кездесуге баратын уақытым болмайды дедім, жоқ дедім уақытым. Сонымен онда Алматыға келейін деп, соны Алматыға келгенде кездестік. Бір 2 сағат отырдық, бәрін түсіндірді. Жаңағыдай ғой енді былай камера жоқ кезде бәрін жақсылап түсіндіре бересің ғой бір-біріңе. Мен де түсініп отырмын енді олардың не себептен олай жасайтынын бәрін білеміз ғой, бала емес бәрін. Сосын осы неге сұхбат айтпай істесем,
жалпы кейбір мәселелерде ашық айта алмайтын тұстар да бар ғой деді. Мен оған да түсіністікпен қараймын. Шынымен де кейбір мәселелерде сен үлкен саясат кейбір нәрсені жабық ұстауға мәжбүрлейді. Оны түсінемін. Сосын кетіп қалғанбыз сонымен. Содан кейін мен президентский архив бар ғой. Сол архивтің жұмысын жаңағы қызығамын архивтің жұмысын. Осылардың не істеп жатқанын көрсетейік те дедім да, саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау жөнінде комиссия соларда. Солар қалай жасап жатыр құжаттарды дедім, онда соны көрсетейік деді. Соны ұқсатып берді. Мен қуандым, өйткені архивтің ондай нәрселерін көрсетпейді көп жерде. Барып соны қайтып түсірген кезде Ерлан Карин өзі тағы келді, сосын айттым. Сіз енді басқа мәселе айтпасаңыз да, тек осы жаңағы Ресейдің әрекеті, тарихты кім жазады деген сұраққа жауап берсеңізші болды. Онда жақсы сол сұраққа сөйлесек деп, тек қана сол сұрақ жөнінде 4-5 сұрағымыз болды, сонымен сұхбаттастық болды. Айны ол жерде тұр маған артынан мен айыптағандар болды. Неге Шерзат сұрамайсың, неге тағы басқаны сұрамайсың, жаңағы қазір. Ол сұхбатты біздің тақырыбымыздың өзі сол бір ғана тарих мәселесі. Дұрыс. Соның несінде мен біз Қазақ Таймсқа бір недер бердік. Ана кітап 23-ші шығып қойған. Сол сұхбаттан кейін 23-ші жыл шығып, кәдімгі қай уақытта не қылған барлығы тұр. 23-ші жыл шыққан кітап басылып тұрған ғой. Қайта сол қудалаудың арқасында қолға тарқады. Жоқ, мен дәл ондай деп үзілді-кесілді айта алмаймын, өйткені себебі ол Алаш несіне байланысты көп томдық қой. Сондықтан ол жаңағыдай аяқ астынан шыға салды деп ойламаймын. Жасалып жатқан дүние шығар. Араларында өздерінің келіспеушілік болған шығар. Кітап 23-ші жыл шыққан екен. Кітап ұлттық кітапханада тұр. Баспа 23-ші жыл басылып аяқталған екен. Жоқ, мейлі, маңызды емес. Маған просто кезде жұрттың жаңағыдай Каринде сұхбат алған кезде маған біраз мені айыптады. Ой, сен де ананы сұрамадың, мынаны сұрамадың деп. Ана биліктің өкілін ұстап алған кезде жағадан алып жаңағы сұрау керек еді деген сияқты да. Тақырып енді тарих туралы болды ғой. Мен тақырыпта жаңағыдай тарих мәселесі. Сондықтан тек қана сол төңіректе сұрадым. Бірақ бір нәрсеге келісіп алдым. Бірақ негізгі мәселе біздің қазір жасап жатқан 7 томдық тарих, Қазақстанның тарихын қайтадан жасап жатыр. Сол біткен кезде тағы сөйлесеміз деп келістік. Сондықтан мен соны күтіп отырмын. Сөйтсем, бірақ кеше ақпарат шықты. Ол ақпарат нені 7 томдықты 28-29 жылдары бітіреміз деп отыратын. Ол баяғыда бітіп қою керек болатын. Тоқаев осыдан 2 жыл бұрын айтқан бітіп қойды деп. Біткен жоқ. Енді бітпейді екен әзір. Сондықтан келесі сұхбат білмеймін. Түсінікті. Енді менде соңғы сұрақ. Менің пікіріме байланысты, ол менің пікіріме сіздер келісулеріңіз мүмкін, келіспеулеріңіз мүмкін. Біздің елде мынау Ресейдегідей көптеген оларда маңдай алды журналистер бар, үлкен дүние жасап жүрген интервьюер дейді ғой, сұхбат алушылар бар, Дудь сияқты, Пивоваров сияқты, Стрелец сияқты, мынау кім, Собчак айтты сияқты. Біздің елде бір сондай айтар бір адам жоқ. Неге? Қазақ журналистикасында сұхбат алатындар көп, біреудің тоқалын сөйлетеді, біреудің бұрынғы әйелін сөйлетеді, сөйтіп жаңағы просмотр жинайды деген сияқты. Бірақ сондай бір миллиондаған подписчик дейміз ғой, жазылушылары бар, ауыз дуалы біреу барып сұхбат беруге талпынатын, сондай бір қадірлі, сондай бір азулы бір журналистер жоқ. Неге? Әлде бар ма? Менің пікірім. Журналистер жоқ емес, журналистерге мүмкіндік жоқ. Оған кім кедергі жасайды? Мысалы үшін жекелеген адамдар ашады ғой, YouTube арна ашады, басқалар істейді. Өзінің қабілетін. Мәселен қай тақырыпты аласың мәселен? Саясат тақырыбында аласың ба? Онда сен қанша тәуелсіз болсаң да, басқа болсын да, сен оған спикер таба алмайсың. Сен Дудь болып алып қазір біреуге жетіп барсаң, мен Дудьпін депті мысалға ше. Кім табасың саған? Сұхбат беретін кім бар? Келсінші ертең біз алайық мысалға да. Жоқ ондай адам. Дудь шақыртты, мысалы үшін Ирина Кайратовна деген кезінде. Оған мен сенімдімін, пәленбай ақша төленді. Ол жерден жай келмейді Қазақстанға. Оған қыруар ақша төленді. Оған кім төленгенде өздері төледі ме, әлде бір мүдделі топтар төледі ме, ол бөлек әңгіме. Сол сияқты енді олар солардан шақыртып түсіртіп жатыр ғой. Біздің елде сондай бір аудиториясы кең. Бір 20 миллион халықпыз ғой. Қаншама журналистер бар деген сияқты жаңағыдай. Пәленбай журналистика факультетінен адамдар шығып жатыр. Бір жоқ қой сонда бір айтылатын адамдарыңыз бар ма жалпы? Мен мысалға өзінің жүрген тартып ғой, ондай журналистерге мүмкіндік берілу керек. Мысалға Дудьтің аудиториясы мен Қазақстан айтпақшы бір нәрсені салыстырмау керек. Сосын Ресейдің баспасөзінің аудиториясы, сосын Ресейдің блогерлерінің, танымал ютуберлерінің аудиториясы ол бізден мүлдем басқа. Олардың әу дегені миллион адам көреді. Өйткені орыс тілінің аудиториясы бөлек қой. Біздің қазақ тілінің аудиториясы бөлек. Тіптен Қазақстанның өзінде орыс тілінің аудиториясы біздікінен әлдеқайда үлкен. Сондықтан біздің қазақ журналистер былай қарасаң көрінбейтін сияқты, ешкім жоқ сияқты, бірақ енді біздің аудиториямыз да кішкентай ғой. Дудьпен салыстыруға келмейді. Сондықтан журналистер жоқ деген емес, мүмкіндік жоқ деп қарау керек оған. Егер жаңағыдай еркіндік болатын болса, цензура жоқ болатын болса, онда тіптен жаңа адамдар пайда болуы мүмкін журналистер. Ешқандай мәселе жоқ ол жерде.
ол айтатын жұрт айтып тұрмын ғой, білімсіз журналист жоқ қазір ше, түк білмейтін адам жаңағыдай білімсіз дегенде мынандай бағанада саяси қоғамдық өмірге байланысты өте жақсы сұхбат алатын журналист жоқ деп айта алмайсың қазір, бар ондай журналистер, бірақ оларға мүмкіндігі жоқ. Ал енді жаңағы күнделікті әлеуметтік мәдени мәселеге байланысты алып отыр ғой анау кәдімгі ресми арналарда бар. Сосын мысалға жаңағыдай нәрсеге мен айтып кеткенге болады, мен әңгіме ұзап кетсе кешірім сұраймын. Биліктің әрекетіне байланысты неге осындай бір үлкен тұлғалар жоқ деген сияқты маған да айтты ғой бағана. Мен өзім ана сұраққа жауап беріп кеттім ғой. Мысалға биліктің өкілдері баспасөздің алдына шығу үшін олардың арғы жағы таза болу керек. Немесе арғы жағындағы нәрсеге өздері сену керек та. Біздің бүгінгі билікте мысалға баспасөзге ашық шығып сұхбат бере алмайтын себебі өздерінің айтып тұрған нәрселеріне өздері сенбейді. Содан кейін олар өздерінің жасап отырған дүниесін нақтылап алу керек. Қазір кез келген журналистке келеді, биліктің өкілі келеді да, сосын журналист одан бірінші сұрақ қояды. Кеше қаңтар оқиғасының кезінде атқан дұрыс болды ма жоқ па деген сұрақты міндетті түрде қояды, есі дұрыс журналистің бәрі қояды. Ал не деп жауап береді соған? Атқан дұрыс болды десе, онда бәрі боқтайды. Жоқ, дұрыс болмады, Тоқаевтікі дұрыс болды десе, онда тағы боқтайды. Кім барғысы келеді ондай жерге? Сондықтан біздің биліктің өкілдері көп ретте сұрақтардың бәрінен қашады. Өйткені қоғамда биліктің өзі кейбір нәрсеге жауап берген жоқ. Сондықтан мен әрдайым айтып жүрмін. Билік өзінің не істеп отырғанын анықтап алу керек. Біз жаңа Қазақстан ба? Онда жаңа Қазақстан құрамыз. Онда кешегі ескі Қазақстанды бәрін орнына қою керек. Орнына қою деген былай, бағасын беру керек. Назарбаев кім? Мен осыны әрдайым айтамын. Назарбаев кім деген нәрсеге баға беру керек. Назарбаевтың кезінде былай жасалды, мына жер қате болды, мына жер қате болды. Осыны бәрін көрсетіп, бағасын беріп, мына жаққа іліп қою керек та қағаз. Сол қағаздан кейін чиновниктер содан кейін сұхбат береді. Үлкен жаңағы лауазымдыларға одан кейін еркін сұхбат береді. Біз былай деп баға бергенбіз деп айтады. Қазір олар не айтады? Қазір бірдеме сұрасаң, олар не былай айта алмайды, не былай айта алмайды, сосын сұхбаттан қашады. Бір жерге жауап та бере алмайды. Енді мысалға айтып отырмын ғой, Қонаевтың 86-та Қонаевты қудалаған кезде Қонаевқа баға берді осындай. Қонаевқа 7 ай 8 айдың ішінде баға беріп тастады. Барлық жасаған бәрін тізіп әкеп үлкен пленумдарда кәдімгі биікте отырған үлкен лауазымды адамдардың өзі Қонаев туралы айтатын сөздердің бәрін айтты. Қазір кім айтады Назарбаев туралы? Назарбаев туралы сұрасаң, қызарып, бозарып неде тұрған депутаттың өзі әрең жауап береді қазір. Айта алмайды ештеме. Өйткені биліктің өзінің позициясы белгісіз да. Не былай емес, не былай емес. Сен бір жағына шық, содан кейін айтасың барлық әңгімені. Бұлар шыға алмай отыр ғой бір жағына. Мынау да жақсы, анау да жақсы деген сияқты. Былай қарасаң, Назарбаевты сынаған болып тұрасың, Астанаға әуежайдан түссең, Назарбаев Нұрсұлтан әуежайдан түсіп тұрасың да. Соның көшесімен жүресің де. Диссонанс сезінесің өзің де. Қойшыбек аға, алып қосарыңыз болса, жаңағы менің пікірім, енді Асылхан аға екеуміздің пікірім екі түрлі шықты ғой. Мынандай дүниеде әуелі жаңаректегі неге шықпайды дегенде саяси жарайды ал журналист шықты бар дейік. Кімнен алады? Рысбек Сәрсенбайдан аптасын 2 рет ала алмайсың ғой. Сонан кейін Шалқар Нұрсейіттен аласың. Ары қарай енді орыс тілін келсе Досым Сатпаевтан аласың, Димаш Әлжаннан аласың. Болды, иә. Болды ғой. 3 рет көрсеткен. Жасқанбай сөйлейтін адамның жоқтығы ғой. Сол ғой, сол қоғамдық саяси мәселе бойынша спикер болатын адамдар бізде аз. Өйткені бұл бір, екінші сосын екі тілге бөлінеді. Мысалға Досым Сәтбаевтың қазақша неге апарып сұхбат ала алмайсың? Димаш пен Досымнан ала алмайсың. Олар бермейді, мысалы қазақша сөйлемейді олар. Олар барып барейкаға береді. Біздің сосын биліктегі адамдардың көпшілігі орыс тілді. Олар барып орысша сұхбат беретіндерге береді. Ол сен қазақша неге барып журналистерді қалай кінәлайсың сосын? Енді анау парламент спикер, сенаттың спикері өзі орысша подкаст жүргізіп жүр мысалы. Солар сонда бүкіл биліктің бәрі орыс тілді болса, бүкіл сарапшылардың бәрі орыс тілді болса, журналистерді қайтып кінәлайсың. Жақсы. Кім келеді сенің шақырған қонағың? Ең болса барып та олармен сөйлесе алмайсың. Саяси жүйе жабық, қоғамдық билікте отырған. Сол сияқты олардың адамдар да жабық. Жақсы, мен болдым. Мен өзіме осы сіздерді біраз жарты жыл бұрын ниеттенгенмін. Осы екі кісіні шақырып, өзім көкейімдегі сұрақтарды қойдым. Егер айтам дейтін бір ойларыңыз болса, мен енді бәрі өзімнің осы уақытқа дейін қою керек сұрағымды қойдым. Жекелеген жерде де қойған емеспін, осылай эфирде тұрып, осы YouTube арнамда осындай подкаст жоба жасайын дегенмін. Сол үшін енді рахмет айтамын. Құрметті көрермендер, мынау журналистика саласында қызмет етіп жүрген екі ағаммен сұхбат құрғанымды көрдіңіздер. Жасыратын жоқ, бұл кісілермен бұрындары сырттай сыйлағам, одан кейін соңғы 1-2 жыл бері
жеке араласып жүрген адамдарым, бүгін жеке жерде, басқа жерде қоймаған сұрақтарымды осы сіздердің алдарыңызда қойып отырмын. Біздің пікірлеріміз үнемі бір жерден шығуы мүмкін емес, міндетті де емес. Сондықтан өздеріңіз кімнің пікірін қолдайсыз, жалпы бүгінгі хабарға қатысты пікірлеріңізді жазып эфирді таратып отырыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Жақсы болыңыздар.